بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті шәкірттер, біз осыдан алдыңғы дәрісте ләфифтермен таныстық. Енді бүгін иншалла махмус. Бүгінгі дәрісте махмус етістіктермен танысамыз. Негізі махмус ол сахих секілді толықтай жіктеледі. Кейбір жерлерде ғана бір жеңілдіктер болады, өзгертулер болады. Бірақ хамза негізі сау әріптен аса қатты бір айырмашылығы жоқ хамзаның. Ол әлиф емес, ол вау емес, ол я емес. Сол үшін де оны ауру әріптердің қатарына жатқызбайды да, бірақ оны сау етістік деп те санамайды. Неге? Өйткені ода белгілі бір өзгерістер болады. Мысалы, кей жерде жаңағы хамзаның алдында домма болса, ол вауға айналып кетеді. Касра болса, яға айналып кетеді. Фатха болса, алифке айналып кетеді деген секілді бір ережелер болады да. Енді махмуз үшке бөлінеді. Махмузул фа, махмузул айн, махмузул лам. Оны бина кітабының соңында қарасаңдар болады. Махмуздың үш түрі. Махмузул фа мысалы акала, махмузул айн мысалы саала, махмузул лам мысалы қараа. Мен енді баптарға бөліп салмаймын, өздерін не істеп аласыздар, өйткені айттым ғой, қатты бір ерекшелігі жоқ, бірақ мынандай бір нелер айта салайын. Хамзаның дұрыс жазылуы. Яғни хамза егерде өзі харакатты болса, хамза не болса, харакатты болса, онда оның харакатына сай ол жазылады да. Фатхалы болса, онда алифтің үстінде жазылады. Жақсы? Фатхалы болса, алифтің үстінде жазылады. Ал егерде доммалы болса, онда ваудың үстінде жазылады. Жақсы? Доммалы болса, ваудың үстіне жазылады. Егерде касралы болса, яның үстіне жазылады. Жақсы? Нүктесін алып тастайсың да, я секілді несесін жазасың. Тақраина. Тамам? Ал егерде хамза сукунды болса, онда хамзаның алдындағы әріпіне қарайсың. Хамзаның алдындағы әріпінің харакатына қарайсың. Мысалы, иқра. Хамзаны не жазасың? Алифтің үстінде жазасың. Жақсы, өйткені оның алдындағы әріп не? Фатхалы. Ал егерде домал болса, юмину. Онда ваудың үстіне жазасың. Өйткені оның алдындағы әріп не? Домалы. Ал егерде касралы болса, онда яның үстіне жазасың. Мысалы, ити. Жақсы? Яның үстіне тұр. Тамам? Енді махмуздың тағы бір ерекшелігі бар. Махмуз тек қана сау әріптермен дос бола бермейді, жүре бермейді. Кейде ауру әріптердің ішіне кіріп кетеді. Кейде біз махмузды ажваф көреміз, махмузды нақис көреміз, кейде махмузды лафиф көреміз тіпті. Мысалы, махмузды ажваф жаа. Жаа. Демек ол не секілді жіктеледі? Жаа яджиу, баа ябиу секілді жіктеледі. Кейде махмузды не көреміз? Біз лафиф көрейік, мысалы. Уа уа яи. Көрді ме? Бұл жерде лафиф мафруқ болып тұр. Амыры и болады да. Уа яи. Амыр и. И я у. И я ина. Кәдімдей осындай сөз бар. Уа деген уәде беру. Тамам? Яғни махмуздың осындай нелері бар, өзгертулері бар. Кейде махмуз жеңілдетіледі. Егер оның алдындағы әріп доммалы болса, мысалы, юминуна. Яғни хамзаны алып тастайды. Кейбір қырағаттарда солай оқиды. Юминуна деген секілді. Кейде бірақ юминуна деп оны кәдімдей не істейді? Хамзасын қалдырады. Өйткені махмуздың кейбір қиыншылығы бар да, ол тамақтың ең соңынан шығады ғой. Махаражы ең алыста. Сол үшін де оның жеңілдету бар да, сукундалған кезде. Тамам? Осындай нәрселер бар. Мысалы, қара яқрау қират фахуа қариун удака мақруун лам яқра ламма яқра ма яқра ла яқра. Ешқандай не жоқ. Бір өзгерістер жоқ. Саала ясалу суалян фахуа саиля саала саилун би'азаби вақия удака мас'улун лам ясал ламма ясал ма ясалу деген секілді. Амры исал. Кейбір сосын
кейде исәлді жеңілдетіп жібереді арабтар. Исәлі не дейді? Сәл дейді. Яғни мысалы Құранда сәл бәни Исраиля дейді да, Бану Исраилден сұра дейді. Кейде уасәлил қария исәлді қолданады. Сондай ақ тағы да мен енді Махмузға қатысты ерекшеліктерді ғана айтып отырмын, жақсы. Сондай ақ кейде хамза не істейді? Баше түсіп қалады. Мысалы акала якулу амара кул. Ахада яхузу амара хуз. Амара ямур амара мур. Яғни осылай да қолданатындар бар арабтар. Яғни жеңілдік мақсатында. Кул мимма ялик, кул дегені же. Акала же ғой. Негізі у кул еді. Негізі не еді? У кул. Бірақ жеңілдетіп кул деді. Яхузу у хуз деді. Ямуру умур мур деді. Неседі? Жеңіл детті. Сол үшін кейде жеңілетілген халде оқылады, кейде жеңілетілмеген халде оқылады. Мысалы, уамур ахлака бис-салах. Бұл жерде жеңілетілмеген. Отбасында намазды үйрет. Бірақ пайғамбар хадисінде не дейді? Муру ауладакум дейді. Балаларын намаз үйретіңдер дейді. Намаз оқуды үйретіңдер дейді. Хузу, хуз, хуза, хузу, хузи, хуза, хузна деген нелер бар? Жеңілдіктер бар. Кейде екі хамза келсе, онда ол бір хамза болып кетеді. Мысалы, егерде екеуде не болса, мысалы, біреуі фатха, біреуі сукунды, біреуі харакатты болса. Мысалы, әмана, бұл акрама бабында. Бұл не? Акрама бабында. Екі хамза келді, не істеді? Бір хамза айналды. Сонда не болды? Әмана болды. Жақсы? Енді жерде қараңдар. Юмину ғой. Мастар іші. Иманан ғой. Бірақ екі хамза келгеннен кейін жеңілетілді. Иманан болды. Жақсы? Амана юмину иманан фахуа му'мин ва зака му'ман лам ю'мин ламма ю'мин ма ю'мину ла ю'мину лан ю'мина ли ю'мин ла ю'мин амин. Амин. Екі хамза ғой. Жақсы? Амин. Яғни я айюхаллазина аману амину деген аят бар емес пе? Жақсы? Уа иман келтіргендер иман келтіріңдер. Амину деген. Түсінікті ма? Бұл осы баптан шыққан. Тамам? Алла тағала жеңілдік берсін енді иншалла. Бұл сарф ілімі осымен біткен жоқ. Бұның терең қырлары, сырлары, тұңғиықтары, шұңқырлары көп. Бұл басы ғана. Біз өткені енді сарфтың мүмкін бір 30% шығар. Өйткені теориясы бар. Мен сіздерге барынша жеңілдетуге тырыстым. Барынша яғни практика жүзінде үйретуге тырыстым. Ережелерді көп айтпай, көбінесе жіктеткізіп, бұл үйретудің сондай бір жеңіл тәсілі. Мысалы, кейде адам көлік айдауды үйренген кезде теория оқып алып көлікке отырса бірде айдап кете ме? Қиын ғой, бірақ мысалы ол көлік айдап үйреніп кейін ереже жаттаса қайсы жеңіл? Ереже жаттау жеңіл болып қала ма? Болып қалады, өйткені ол уже көлікті айдау біледі ғой шамамен. Түсінікті ма? Дәл солай, сен жіктеу білгеннен кейін енді сен ережелерді өтсең, ережелер үлкен кітаптарда, мысалы Мақсуд, Изидің шарықтары, Шафия секілді үлкен Марахул Аруах, сарфтың кітаптары көп қой. Солардың бәрін оқу керек. Мен сіздерге жылдың басында айтып едім, осындай кітаптар бар. Бұлардың барлығын оқу керек. Өйткені сарф ілімі бұнымен бітпейді. Жалпы ілім деген шекарасы жоқ, тереңіне ешкім жетпеген сондай бір нәрсе. Сондықтан да Алла тағала бізге сол ілімнен дәм татуға, шөліміз қанбауға бізге сондай бір қасиет, тауфиқ берсін. Ілім сондай бір теңіз секілді, оны теңіздің суын ішсең, іше бергің келеді. Дәм татсаң, дәмін есе бергің келеді, тата бергің келеді. Сондай бір нәрсе ілім. Ол бір қарапайым нәрсе емес, ол жеңіл нәрсе емес. Бұл сарф ілімі жеңіл болса, бәрі сарф білуші еді. Жалпы бұл ілім болса, бәрі ғалым болушы еді, ол ілім жеңіл болса. Ла юсатау илму бирахатил жисм. Яғни білім дегеніміз дененің рахатымен, бір қиналмай келетін нәрсе емес. Шаршау керек. Сен сарф ілімнің көбісі қашып кетеді, қиналып кетеді, айналып өтеді, оқығысы келмейді. Кейбіреулер оқыма дейді, кейбіреулер оқытпа дейді, кейбіреулер не үшін оқытасың дейді, кейбіреулер не үшін жаттайсың дейді. Не үшін оның дырылдап жаттағаннан не пайда? Пайдасы көп. Біз міндетті түрде біріншіден мынаны түсіну керекпіз да. Шариғат ілімінде жалпы андай нәрсе жоқ та. Барлық сен оқыған мәліметін, дүниен ертең саған өмірде кездеседі. Ондай нәрсе бола бермейді. Біз кейде теориялық нәрсені өтеміз, кейде өтіп кеткен нәрсені өтеміз. Қазір уже актуалды емес, ондай нәрсе болмаған. Бірақ не үшін? Біріншіден миды қозғату үшін.
түсіну үшін, түсінікті қалыптастыру үшін, бұрынғы ғұламалар қалай ойлаған базаны қалыптастырып, ары қарай осы өмірге қалай оны қолдана аламыз, соны түсіну үшін. Біздің ұстазымыз айтатын, біз өзімізге керек емес нәрсені оқимыз, керек нәрсені түсіну үшін дейді. Түсінесіз ме? Керек емес нәрсені оқимыз, мысалы нахуда болсын, сарфта, не үшін? Керек нәрсені түсіну үшін. Өйткені мынау баспалдақтан сен өтсең, ары қарай кейінгі баспалдақтар жеңіл болады да. Именно осы керек емес баспалдақты басып өту керек. Түсінікті ме? Әйтпесе бірінші баспалдақ сосын ең соңғы баспалдаққа неге бірден секіре салмаймыз? Дұрыс па? Олай болады ғой, арқан тартып. Бөле шеткісі келеді да, жіп арқан тартып өтіп алғысы келеді. Яғни бұл баспалдақтарды баспай. Алайда бұл баспалдарды баспай ол дұрыс жол емес те, ол одан сайын өзінің өмірін қиындатады. Өйткені анауған жетті шынына, жетті. Бірақ мына баспалдақтар өтіп көрмеді да, қиыншылықты көрмеді да. Сосын ана жерде оңай бола ма? Оңай болмайды. Оған оңай болмайды, өйткені ол қиыншылықтарды өтпеді. Ал мына қиыншылықтарды өткеннен кейін барып өтсе, ары қарай ол уже тегіс жолмен жүре береді. Түсінесіздер ме? Сол үшін де құрметті бауырлар, Алла тағала баршамызға біріншіден күш қуат берсін, төзімділік берсін, мықты сондай бір сәбат дейді ғой, яғни бір төзімділік, бекемділік берсін. Бұл ілімде сабырлықсыз мүмкін емес. Мұса алейхиссалам мен Хизр алейхиссалам оқиғасын білесіздер ғой. Хизр не деді оған? Лән тастати'a ма'ия сабра. Ешқашан сен шыдай алмайсың дейді. Өйткені бұл білім оңай нәрсе емес. Сондықтан да ұлы мақсат қойыңыздар. Мақсаты ұлы болғандар иншалла шаршамайды. Мақсаты азғантай болған адам мақсатына жеткен кезде құлап қалады да. Ал егер мақсат ұлы болса, нақты болса, түсінікті болса, онда сіз мақсат баратқан жолда не істемейсіз? Шаршамайсыз. Алла тағала баршамызға пайдалы ілім нәсіп етсін. Жақсы жігіттер, құрметті шәкірттер, құрметті көрермендер, баршаңызға алғыс. Бізді қолдап, дәрістерді қарап, пікір тастап, лайк басып жүрдіңіздер. Осы дәрісті жасаған бауырымыз, монтажер бауырымызға Алла тағала мұнда бір алғыс, алладан мұнда бір алғыс болсын. Жақсы, ассаламу алейкум.